Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Әбдіманапов Мейірхан. Бүгінгі эфирімді Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды елді мекенінде болып жатқан келеңсіз оқиғаға бүкіл Қазақстан халқын назарын аударғым келіп отыр. Бұл Маралды елді мекені ол Алтай таулары, сонда орналасқан. Алтай таулары ол Қазақстанға қасиетті таулар, өте табиғаты бай. Онда қызыл кітапқа енген өсімдіктерде, жануарларда, су жануарлары, балықтар барлығы бар. Табиғаты өте керемет, мықты. Бірақ сол жерде осы уақытта мына бүкіл дүние жүзінде тыйым салынған химиялық әдіспен сол жердің өзінде алтын фабрикасын салып жатыр. О жерде бұрыннан да ерте заманнан алтын өндірілетін, ол кезде табиғатқа зияны жоқ. Өзендерден сол шайып алатын алтын өндірісі болатын. Кеңес заманында ол жалғасын тапқан, бірақ ол кезде шахта әдісімен алтын өндірілген. Шахта әдісінде руданы арнайы алтын бай жилка дейді, соны қуалап руданы сол жерден алып, шахтадан шығарып, оны жүздеген, мыңдаған километр жерде алтын өндіріп отырған. Ал өте аз, құрамында аз алтындар сыртқа шығарылып, үйінді болып қалып қалған кеңес заманынан. Бұлайша айтқанда өте тиімсіз, экономикалық жағынан тиімсіз болғандар. Сол біз о жерде барып қайттық Маралды елді мекеніне. Мен Мұратбай Баймағамбетов Әлиұлы, Қызылорданың жігіті белсендісі, және Темірлан деген жігіт, үшеуміз 12, 13, 14 қазанда Маралды елді мекенде болдық. Соның бәрін көзмен түсірдік, көзбен көріп, аудио, видео жазбаға түсіріп алдық. Сол жердегі алтын фабрикасына да барайық деп едік. Сол кезде жауын жауып, қар жауып, ол жерге жете алмадық, бірақ алтын фабрикасын бәрін сырттай болса да суретке түсіріп алдық. Ол жерде кәдімгідей нелер, ауыр жүк көліктері алтын фабрикасына ағылып жүріп жатты. Оны да суретке түсіріп алдық. Осының бәрі осы неге салайын деп отырмын. Сонымен таныс болыңыздар. Бұл енді алтын өндірісі. Мына 1 тонна рудадан 2,25 грамм алтын шығады екен. Соны бұл экономикалық жағынан тиімсіз болғандықтан, оны кеңес заманда ол қолға алынбаған. Және ол транспорттық, логистикалық жағынан тасымалданса, әрине ол тиімсіз болып шығады. Бірақ біздің билік не істейді? Мысалға, биліктің артында әрине бай олигархтар тұрады, әрине. Олар алтын көрсе, персе жолдан таят деп, сол әкімшілік және министрліктерді көндіріп, транспорттық, логистикалық шығындарды жоқ қылу үшін, экономикалық тиімді қылу үшін, сол Маралды елді мекенінен 1100 метр жерден алтын өндіретін заводтың құрылысын бастап кеткен екен. 3 жыл бұрын болу керек. Осы күні ол
аяқталып, осы шілде айында іске қосылуы керек болатын. Бір алайда бізге әзірге белгісіз себептерге байланысты ол әлі іске қосылған жоқ. Және алайда ол эксперименталды түрде жұмыс жасап жатқан көрінеді. Оны көзімізбен көрдік, жергілікті халықтардан да естідік. Кеңестер заманынан шығарылып тастаған рудаларды ауыр жүк көліктеріне тиеп, заводқа апарады екен, және де маралды жағы бүтін, ал теріс жағындағы тауды қопарған екен. Кәдімгі ойып тастаған, ол жерде қуатты жарылыстар жасап, сол жердің де рудасын эксперименталды түрде заводқа тасып жатқан көрінеді. Бұл жердегі ең басты, бұл жердегі нәрсе ол айтып кеткендей тыйым салынған химиялық әдіспен алтынды өндіріп алмақ. Бір тоннадан 2,25 грамм алтын шығатын руданы цианид деген синил қышқылына ертіп алмақшы. Ол химияны білетін адамдар білет, ол өте улы зат. Ол синил қышқылы деген өте ол. Ол заводта бүкіл руданы ашық әдіспен болғанда, сол бүкіл өңірді жүздеген гектар жерді иемденіп алған екен. Оған лицензия берген министрлік ол кезде қазір қарайықшы. Мысалға мына не бойынша орысша жазылған, мысалға согласно кодекса недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития по статье 25 дал разрешение, кроме них ни акимат, ни другие ведомства не дает такое разрешение дейді. Сонда мына қазіргі министрлік, ол индустрия және инфраструктуралық даму министрлігі, ол былтырғы жылы бұлайша Тоқаевтың жарлығымен екі министрлікке бөлініп тасталған. Ешқандай экологиялық талаптар орындалмай, қарастырылмай мүлдем. Оған лицензия беріп, және жүздеген гектар жерді сол фабрикаға беріп қойған екен. Ол ашығады, сол бүкіл жерлердің топырағын, құнарлы деген топырағын түгелдей қопарып тастап, оны жеке бір жерге тауып, үйіп тастап, сол жердің руданы дәл сол жерден өндіріп, оны сақтап, майдалап, тас турайтын диірмендерімен жаңағы айтылған синил қышқылы цианидпен ертіп, оны қайта кептіріп, сүзгіден өткізіп, синил қышқылынан нені алтынды бөліп алмақ. Ал синил қышқылы цианид ол бір жағы буланады, буланғаннан кейін ол сол жерде жаңбыр жиі жауады, қайтадан сол жерге қонады, шөпке қонады. Ол ешқашан жоғалмайды, ол кумулятивтік қасиеті бар, жинала береді. Ол жерде маралды халқының тең жарымы бал өндірісімен айналысады. Ол жерде бал арасы өте құнды, дүниежүзіне белгілі бал аралары уланады, балы уланады, ондан халық уланады. Ал оз аз болса, жаңағы синил қышқылы артығы бәрі сол жерге төгіледі, белгілі бір жерлерге. Ол
О жерде завод құрылысын бастағаннан ақ о жерде жүздеген, мыңдаған бұлақтар шығады. Жүздеген бұлақтар ол жерге сіңсе де сол бұлақтарға барады. Бұлақтармен ол қайтадан бұлақтар бір-біріне қосылып Маралды өзеніне құйылады. Маралды өзені сол Маралды ауылының бас жағында Күршім өзеніне қосылады. Екі өзен қосылып Күршім өзені болып ағады да Күршім өзені неге құйылады? Зайсан су қоймасына, Ертіске. Сонымен ол бүкіл Күршім ауданын бәрін улайтын осындай әдіс. Бұл барлық өз елін, өз жерін, өз табиғатын, өз адамдарын қорғайтын кез келген елде ол тыйым салынған. Ондай химиялық әдіс цианидпен өндіру сол рудниктің өзінің, руда өндіретін жердің өзінде осындай әдіспен мүлде ол қылмыс десе де болады. Мына лицензия берген, рұқсат берген министрліктер болсын, әкімшілік болсын, ол облыс әкімшілігі ма, қай жағы берсе де ол үлкен қылмыс. Бұл рудник, бұл әдіске тыйым салыну керек, ал салынып қойған завод ашылмай тұрғанның өзінде бұл қайтадан демонтаж жасап, оның жабылуын талап етіп жатыр жергілікті халық. Бұл өте дұрыс талап. Бұл Қазақстанның табиғатын, оның ішінде Алтай тауларын улауға жол беруге болмайды. Ол аз болғандай. Маралда ауылына кіре берісте 1986 жылы кеңестер заманында көпір салынған болатын. Ол кезде сол руданы тасыған ғой. Сол үшін салынған көпір ол кезде КАМАЗдармен тасайтын 20 тоннаға дейін рұқсат етілген көпір салынған. Ал осы күні сол көпірден мына кезінде мына 50-60-70 тонналық жүк көліктеріне жергілікті халық өткізбей жолды бөгеген кезде облыс әкімшілігі араласып, о жерден комиссия сымақтары келіп, сол өте ауыр 50-60-70 тонналық көліктерді өткізуге өздері рұқсат берген. 20 тонналық шектеу таблицасын, мына дөңгелек, алып тастап 70 тонна деп рұқсат беретін таблицаны іліп тастаған. Ал егер мына завод толықтай жұмысқа кірісетін болса, ол жерде ауыр жүк көліктері аударылса не болады? Көпір опырылып, цианид таситын жүк көлігі аударылса не болады? Ол сол жердегі Маралды мен Күршім өзенін түгел улайды, ол аз болса, Зайсан су қоймасы бүкіл Ертісті улайды, мысалға. Ондайға жол беруге болмайды. Аударылмаған өзінде жаңағы өндіріс кезінде де алтын алынғаннан кейін мына 99,98% руданың бәрі қалдық болып, жаңа химиялық цианид және басқа да химиялық реагенттер, басқа да қышқылдар, азот қышқылы, күкірт қышқылы барлығының қалдықтары сол қалдық руда, ол да сол жерде тау болып үйіледі. Ол қардың суымен, жаңбырдың суымен, олар да бұлаққа қайтадан құйылады. Жерге сіңгендері жер асты бұлақтарына қосылады, олар қайтадан жер бетіне шығады. Сонымен бүкіл Маралды халқы, Маралды елді мекені, ол аз болса бүкіл жаңағы
аталған Күршім ауданы, Зайсан су қоймасы, Ертіс өзенін бәрін улайды. Алтай тауларын. Осыған жол беруге болмайды. Бұған рұқсат берген әкімшілік болсын, министрліктер болсын, солардың бәрін ісін майшамымен қарау керек. Заводты түгелдей тоқтату керек. Оны тыйым салынып, завод жабылуын талап етеміз. Осыған байланысты сол жерден түсірілген бейне жазбалар мен фотоларды осы неге саламын. Эфирде кездескенше осыны таратыңыздар. Маралды ауылының осындай апаттық жағдайға, Алтай тауларын бүлдіруге, экологиялық апатқа әкелуіне, халықты улауға, малды улауға, жан-жануарды улауға, өсімдік жануарларды балықтарына дейін улауға жол беруге болмайды. Қош сау болыңыздар, таратыңыздар, комментарий жазыңыздар. Министрліктерге жетсін, облыс әкімшілігіне жетсін, бүкіл ведомстволарға жетсін, президент аппаратына жетсін, министрлер кабинетіне жетсін, прокуратураға жетсін. Тағы агенттік бар ғой, қылмыспен күресетін, барлығына таратыңыздар, жеткізілсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 15 қазан 2024 жыл. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Кеулімжай Темірлан Абылайханұлы, Қызылорда қаласынан. Біз осы көптің көкейінде жүрген мәселе бойынша осы Шығыс Қазақстан облысы Маралды елді мекеніне келіп, бар жағдайды өз көзімізбен көріп қайттық. 3 күн Маралдыда болдық. Сол кезде біз Маралдыны қолдайтынымызды толық жеткізе аламыз осы тұста. Маралдыдағы жағдай 1000 метр биік таудың үстінде алтын фабрикасын салғалы жатыр. Салып қойған, оны қағаз жүзінде іске қоспаса да, қазір астыртын жұмыс жасап жатыр. Сол жұмыстарға шектеу қою мақсатында келдік. Барша қазақстандықтар осы бастамамызды қолдап, осы елді мекенді қорғап қалатынымызға мен сенімдімін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда біз Шығыс Қазақстан Күршім ауданы Маралды елді мекеніне барып келе жатырмыз. Өз басым 2 жылдан бері осы Маралды елді мекенін әлеуметтік желіден көріп келе жатырмын. Қысым бәрін көрдік. Енді осы жағдайды көзімізбен көрейік деп Алматыдан Мейірхан ағам және інім Темірлан үшеуміз шыққанбыз. Өз көзімізбен көрдік. Атам қазақ айтқандай, қолың сынса қайта бітер, сағың сынса қайтып бітер деген халықты қысыммен көрсетіп, үнжұрғасын түсіріп жіберген ағайындар халықтың ел болып қолдауы керек болып тұр бұл жерде. Халықтың жаман қысқан, енді айтып жеткізе алмаймын. Және завод жұмысы ары қарай жүріп жатыр, тоқталған жоқ. Бұл заводтың жұмысы ары қарай жүрсе, уландыратын Мейірхан ағам айтып берсін қазір. Мейірхан айтып берсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Әбдіманапов Мейірхан. Осыдан 4 күн бұрын Маралдыға бардық. 3 күн Маралдыда болдық. Бүгін 4-ші күн Өскемендеміз. Маралдыны оған дейінде 1-2 жылдан астам уақыт бәрін естіп біліп жатырмыз. Өз көзімізбен көруге бардық. Әрине мына кім айтқандай Мұратбай бәрі өте жағдай өте қиын, шиеленіскен жағдай. Енді бұған заводқа келіп тоқтайтын болсақ, бұл о жерде завод орналастыру мүлде қылмыс деп айтуға болады. Ол болмайды емес, ол қылмыс барып тұрған. Ол неге алып келеді? Экологиялық, биологиялық апатқа алып келетін жағдай. Ол ешқандай техникалық да, басқа да қауіпсіздік шаралары мүлдем көзделмеген. Біз кейбір техникалық құжаттармен танысқанда,
жергілікті адамдармен танысқанда жан-жағына барып бұрынғы шахталарды да көрдік. Бұл жерде мүлдем завод салуға болмайды. Ол ана химиялық әдіспен өндірейін деп жатыр. Бұл жерде кәдімгі цианид, басқа да химиялық реагенттер, оның ішінде күкірт қышқылы, азот қышқылында пайдаланады, кәдімгі сілтілендіру дейді, вышелачивание дейді. Сондай әдістер. Оның қалдықтары сол жерге, завод тұрған жерге төгіледі, ол баратта бұлақ көздеріне қосылады, одан кейін ол маралдыға құйылады, маралды күршімге құйылады, күршім ертіске құйылады. Ал одан басқа да, ол жерде бұлардың тағы бір әдісі, сол жерде ашық әдіспен өндіреміз деп жатыр. Құнарлы жердің бетіндегі бүкіл топырағын сыпырып алып тастап, оның бірнеше қабатын алып тастап, содан кейін руда өндіреміз дейді. Ана тас барлығын ұнтақтап, тас турайтын диірмендермен. Содан кейін жаңа химиялық реагенттермен осыны алтынды соның ішінен ертіп алмақ. Сондағы бар жоғы 1 тонна алтыдан 2,25 грамм алтын шығады екен. Сол үшін бұл экономикалық тиімсіз әдіс саналады. Олар тиімді қылу үшін логистикалық транспорт жолдарын жоқ қыламыз, сонда ол тиімді болады деп, осындай апаттық, экологиялық, биологиялық апаттарға алып келетіне қарамастан осыны істейін деп отыр. Дүние жүзінде ондай әдісті қолдануға мүлдем тыйым салынған. Біздердегілер өзім би, өзім қожа, не істесем өзім білем дегенге салынып отырған бұл бассыздық. Бұл өте майшамен қаралатын әдіс. Ол осыдан бір талай жыл бұрын әкім болып тұрған, ол кездегі кім еді? Даниял Ахметовтың тұсында бұл қабылданған. Одан кейін қазіргі Көшербаев оны жалғастырып келе жатыр. Оның сыртында кімдер тұрғаны, оны анықталу керек. Тағы бір сөздерінде айтылады, инвестор дейді, бір корейсті атайды. Ол корейстің аты белгісіз, ол ешқандай бизнесмен де емес, не де емес, арты жабық. Оның артында тағы біздің олигархтар ма, Ресейдің олигархтары ма, оның бәрі анықталу керек. Бұны тоқтату керек. Ол завод іске қосылып, жұмыс жасамауы керек. Осыған бәріміз жабылып, өз үлесімізді қосайық. Енді бұл жерде айта кету болады, қазақ елі бұл жалғыз маралды Шығыс Қазақстанға емес, бұл бүткіл Қазақстанды олайын деп отыр. Өйткені сол бұлақтар арқылы Маралды өзеніне құйылса, Маралды мен Күршім өзені қосылып, Ертіске құяды. Міне, сонда бұл суды бүткіл Қазақстан бәріміз ішеміз деген сөз. Осыны ойланайық ағайындар. Бүгінгі өткен тыңдауды біз ауыл тұрғындары өтті деп есептемейміз. Себебі мына ауыл тұрғындарынан собрание кірген ешкім жоқ. Ал ДК-ның директоры кірді, ауылдың ФАП-тың бастығы кірді. Осы жалпы есеп бойынша 4 адам қатысты. Ал 4 адаммен егер сөзін өткізетін болса, онда ол халықты жинап несіне келді? Бір табын қажетіне. Сол 4 адамды не 10 адамды облысқа не болмаса ауданға шақырып қол қойғыздыру керек болатын. Мынау Қазақстанның заңы, кімдер үшін жазылған заңдар, үкімет басында отырғандар, депутаттар, мынаған назар аударсаңыздар. Орындалмайтын заңды жазып, бас қатырып, толтырып қажеті жоқ. Не болмаса халықты, қара халықты алдағандарыңыз қоюларыңыз сұраймыз. Мынау бізді алдау, көз бояушылық. Жерде тыңдау болды халықпен. Ішінде келген өзінің бір табан кісісімен келді. Ауылдың адамына 2 адам қатысты, біреу құлыптың меңгерушісі, екіншісі оның інісі тоңғанан кірдің дейді. Ал енді ана қағазына 35 адам қол қойдырып өтірік айтып жатыр. Бұларды енді рас па үкіметке жалған дүние бастайды. Ылғи өтірік істейтіндер міне. Халықтан біреу кірген жоқ. Біреу құлыптың меңгерушісі, ол өзіне кірді. Анау інісі дейді, тоңғанан кірдім дейді, екеуі гені. Altta
Қыртық қай кезде түсті? Соғыс кезінде түсті. Ол мың ормандай қаптаған орыс не тоғайына не суға тиіскен жоқ. Тесті суықта баласын алды. Бәрі аман есен алды. Міне халықтың алатайдай бөлініп жатқан осы мына уылдарын әкеп улаға айдатыр. Әйтпесе сол орыстар ұстап жүзу қазып жайнатып ярман бар. Міне мектебін салды, әлібайынша міне құрылыс салды. Моралика руднигі деген болған. Ал енді халық соған бар. Тыңдама. Ал енді өкімет сендерді бәрі істетеді, бәрі бүйтеді, бәрі сөйтеді деп қорқытып. Бірақ таза өкімет ұстап істесе, өкімет бар ел ұстап істесе. Біреу істегеннің аузында ұстағанның қолында екен. Әкетті бір ерін алып жатты. Қанқан көзалықта жақпайып кетті. Сондықтан бұл тоқтату керек. Отпен ойнамаңыздар. Отпен ойнамаңыздар. Бұқын от қылайыңыздар. Қазақстан бойынша дүние жүзі бойынша су қоймамызда бұқтырма су қоймасы. Бүйтіп басар шешімдарын. Оны бұлғайсыңдар. Отпен ойнамаңыздар. Бүгінде жасырыққа бармайды. Ойлаңдар, Ринат. Гel көктеріңіз. Адам миында болсын. Тыңдау болып жатыр Добыча мен карьераға. Біз Маралды ауылы тұрғындары, міне нақты Маралды ауылы тұрғындары жиналып, ешқандай мына жерде тумалар емес. Біз өзіміз қарсылығымызды білдіріп жатырмыз. Сонда да бізге заңға қайшы кеп, мына жерде қоғамдық тыңдау өткізіп жатыр. Біз ешқандай Добычаға да, карьерға да рұқсат бермедік. Бірақ сонда да біздің тарапымыздан біздің қарсылығымызды тыңдамай, мына залатарлар тыңдау өткізіп жатыр. Өздерімен өздері. Географическое расположение Маралдың таудың үстінде келді сіздерге келмеген елеусіз келді. Таудың үстінде 9-шы этажда отырып атады, 1-ші этажда сіз отырсыз. Сондай дәлелдеп отырып келдірді. Мировой практика болса да, сионид бірақ таудың үстінде шығып жатқан бастауларды өзіңіз көрдіңіз. Қазір мына жүрген кісілердің бәрі бастауларды көрді. Бастауларды бітелмес, ол тастан кесіп өтеді. Ой, адам түрі қырсаға ұқсап тұрды. Вопрос. Мына қара халық бармаған тауы баспаған табалдыр жоқ. Бәрін айтты. Егер де бүгін міне ақсақалдар біз болмағанда бізде ақыран болсындар бәрін соны аман есен сақтап қалдық. Басымыз аман деніміз сау. Соған сөз өзіңіз, соның ішінде беліңізден батқан қазір міне не десіз? Халыққа жауап беріңізші. Енді осының точкасы қасыр. Тракторымды аламда келіңіздер. Қазір тұратырмыз. Мына территорияда бірде-бір қызыл кітапқа енген өсімдік жоқ дедіңдер. Дұрыс па? Оқым Қазақстан. Ал жаңа ғана міне соткаға тұрып алып, сен сеткінің ішінде ана фабрика саламыз. Қызылгүл деген неге сендер өтірік халықты неге ана жоғарғы жақтағыдар неге өтірік халықты неге ақымақ қылдыңдар соңғы неге бастаудың үстіне не куәлік тұрсын бұл сөз тыңдамақ техникандарда кетсін давай ағайындар айтыңызшы жауабын бұда жауап жоқ тұрсын техникасын астына кетсін жауапсыз осындай жерімізге осындай қиыншылық туғанға сионитпенен улағанға халқымызды таза суымызды мөлдіреген таза суымызды бұлғағанға болашаққа не беретінімізді айтамыз деп ойлаушы мынау бір жақсылық дүние болды. Рахмет сендерге барлықтарыңа. Сионитке жерімізді бұлғауға мынандай бұзушылыққа жол жоқ. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұл
бұл залатарлардың өздерінің шығарып алған алып-қашпа әңгімелері бар. 5-6 адам өздері топ құрып халықты үгіттеп жүр деген, енді осыған өздеріңіз куә болған шығарсыздар. Осынша халық міне қарсымыз деп жиналысқа да кірмей, жиналысқа да бәріне әңгімелерді қойдық деп халық кірмей тұр. Осының бәріне мен жүрген жерімде үнемі айтам, ауылдың еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін осы залатардың табиғатымызды қопаруға, улауға, суымызды ластауға түбегейлі қарсымыз біз. Қарсы болғаннан кейін осы арада жиналысқа да кірмей тұрмыз міне. Одан кейін айтарым мына өкілетті органдарға бізге заңсыз, ескертусіз, ешбір себепсіз қысым көрсетіп, штраф салғандарын алсын дейміз. Ана азаматымызды Қожақов Әділді босатсын деп талап етеміз. Мынандай бассыздықтарын қойсын бізге. Бүйтіп 2 күннің бірінде сүйреп, біз үкіметке емес, мына таза жеріміз үшін, таза суымыз үшін шығып жатқанымызды ескере келе біздің мына басымызға салынған штрафтарын түгел алуларын талап етеміз. Талап етеміз. 80 тонна қалдық болады. Өндіріс кезінде 350 мың тонна қалдық болады. Руданың бәрі осы жерде қалады. Мына жерде барлық қалдықтар түгенделіп сыртқа шығарылады. Осы жерде тек қана отработанный руда қалады. Мына жерде жасыл желекті қарастырылған, қызыл кітапқа енген өсімдіктер бар. Бұл Алтай қасқыр желегі, одан кейін пион. Осы табылған жасыл желектің бәрі осы жерде қайта егілетін болады. Және мына жерде судың бәрі осы жердегі тоғандарға жиналады. Мониторинг қарастырылған, жер асты суларының мониторингі жасалынады. Зерттеу жұмыстары қарастырылған, су беті, жер асты сулары, атмосфералық ауа. Асхат. Қорытындылар мына жерде ешқандай зиян болмайды. Ауаға есептермен қарастырылған 3 километр жерде ешқандай залал болмайды. Доклад аяқталды. Рахмет. Тыңдауға қатысушылар. Енді сұрақ-жауапқа көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Міне біз Күршім өзені. Шығыс Қазақстан Күршім ауданында Маралды елді мекенінде тұрық. Мынау қазір Маралды елді мекенінде кезінде кеңес үкіметінің кезінде ашылған көпір. Осы көпір арқылы қатынас Күршімге қарай. Қазір осы Күршімнің Маралдының тұрғынын алғымыз келіп тұр. Бұл жерде көп түсіністіктер болып тұр. Өйткені қазір таңда белаздар кіріп жатыр. 60-70 тонналық белаздар кіріп жатыр. Негізінде бұл сол кезде 20 тоннылыққа арналған дейді, знак болған дейді. Сол жері қазір таңда көріп тұрсыздар, өздеріңіз знак жоқ. Көпірдің ашылған жерлері бар, оны көрсетеміз. Нұрбол бауырым осы туралы сұхбат берем деп тұр. Бересіз бе Нұрге, сіздерге сұрақ қойсақ? Иә, міне Маралдыға кіре беріс тегі Күршім өзеніне салынған көпір. Бұл қай жылы салынды, қалай салынды? Қай тұста знак болды енді? Иә, мына жерде Күршім өзені. Бұл қай жылы салынған көпір? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының, осы ауылдың тумасымын. Бүгінгі таңда тұрғынымын. Біздің айтып жүргеніміз, дәл қазір біз Күршім өзенінің көпірінің үстінде тұрмыз. Бұл көпір біздің бала кезімізде 86 жылдары ПМК-дар салған, осы траспен бірге. Сол кезде осы көпірдің шетінде біздің әлі есімізде мынарада 20 тонна ограничениясы знак тұрған, сол ПМК қойып кеткен болатырған. Одан былтыр осы бізге келіп жатқан
частный золотарлар 40 тонналық тауда жүретін горный белаздармен келіп 12 ма 15 па белаз келді. Біз осы көпірдің ар жағында тоннасы көпірді көтермейді деп халық болып, ауыл болып алдарына шығып тоқтатып тастаған болатығымыз. Көпірден өтпейсіңдер, сіздердің салмақтарыңыз бұл көпірге жарамайды деп. 15 күндей, 20 күндей осы көпірдің бер жағында осы жақта тұрды белаздар. Одан кейін осы Даниал Ахметов әкім болып тұрған кезде соның заманында Өскеменнен бұйрық келді деп осы жерге 70 тонна знак қойып кетті. Сонда біздің әлі айтатынымыз, сол кезде орыстар салған кезде неге 70 тонна қоймады? Қазір бұл 70 тоннаны қалай зерттеді? Ол керісінше не нәрсе? Ол азаю керек қой. Кезінде 20 тонна болса, қазір міне тозығы жетті, әр нәрсенің тозығы жетеді. Соны наоборот кішкене азаяма десең 70 тоннаны әкеп. Бұны кім зерттеді, кім экспертиз жасады 70 тонна көтеретіндей. Соның бәріне осыған халық, осыған үреймен, күмәнмен келе жатырмыз. Енді кімге айтарымызда? Көпір ашылыпты ғой арасы. Көпірдің бәрі ашылып, тозып жатыр міне. Оның бәрін көрсеттік, прокуратураға да көрсеттік, осы жерге келгенде. Міне ашылыпты. Мұнан бәрі ашылып, осы мұнан бәрі бүпітін қалған. Как осы мұна золотарлар басталды, ауыр техникалармен өтті. Кешкеден бетондар тасиды, цемент тасиды. Үлкен-үлкен краздар, белаздар, осылар жүктерін тасып жатыр. Енді осы өткөлсіз қаламыз ба деп халық шошып отыр. Мынау Күршім өзені терең. Жалғыз көпір ғой. Жалғыз көпір. Ауылмен Күршімге өтетін жалғыз көпір, Ал мына Күршім өзені көктемде су тасыған кезде мынадан еш нәрсе өту мүмкін емес. Тек қана қайықпен өтпесің, басқадай мынау қатты тасиды. Қардың бізде жауып кете ма көпірді? Су таяйды почти. Тақалады. Тақалады. Асып көрген жоқ енді, өтірік айтпайын. Тақалады. Қап-қара болып тасығанда, сонда мына бізде тауда биікте қар қалың 5 метр, 4 метрге дейін қар түседі. Соның бәрі қардың суы еріген кезде көктемде. Сонда мына мүмкін емес басқа техника өту. Аңға мүмкіндік болса ылдиға түсіп жанынан көрсетсек, астын бәрін көріңіздер қазір. Астын түсіріп алдық. Көрсеңізші көресін. Бәрін барып көрсетейік. Бұрын қандай болған? Мына жерде су ағып жатыр, Мына астына түссек жақсы көрінеді, астына түсіп. Енді қазір қолымызда не жоқ, ағайындар, метрлік жоқ, өлшеуге. Мынау, қол сүйіп тұр ғой. Осының бәрін қарап, 70 тонна қойып кетті ғой. 70 тонналықтар бұны арасын ашып жіберді. Қазір мына неден бара алмаймыз, ана көзге. Әне, су ағып жатыр, жаңағы ашылған жерден. Әне. Міне ағып жатыр. Мына жерде, әне. Мына жағында да ашылып жатыр. Сол бір не ғой, енді жарық. Тесік. Сол беті. Міне. Сол тесіктен аққан сулар. Өтіп кетеді өзі. Спокойно өтіп тұр. Негізі тақалып тұру керек қой. Қызыл кітапқа енген балықтар,
басқа жәндіктер жоқ деп өздерінің экологтары солай шығарып алған. Ал бірақ осыны дәлелдеп те жатырмыз. Бізде мынандай харюз деген балық бар, тальмен деген балық бар, қызыл кітапқа енген. Осының бәрін енді балық бұлай тұрсын, халықты улағай тұрғы бұлар. Соның бәрін айтып, жеткізе алмай келе жатқанымызға міне 3 жылдың көлемі болды. Енді қайда кімге шағымдарымызды білмей жатырмыз. Осыны айтып келе жатқанымызға мынандай өздеріңіз көріп тұрғандай табиғат, осы табиғатты келешек ұрпағымызға, бала шағамызға, ата бабамыздан аманат етіп келе жатқан осындай байлықты қаз қалпында қалыптырсақ деген, халқымыз уланбасын. Келесі ұрпаққа дейсіз ғой. Келесі ұрпаққа, халқымыз осында маралдың халқы уланбасын, жеріміз суымыз лайланбасын деген ниет қана біздікі. Бітті, басқа ештеңкеміз керек жоқ, бізге тиіспесін. Жерімізге тиіспесін. Жерімізді қопаруға біз әлі де айтамыз да, енді осы жеріміз, табиғатымыз, еліміз аман болсын деп айтамыз деп, осындай жауапқа да тартылып жатырмыз. Міне құрметті көрермендер, қазақ елі бұл жерде осы тұрғылықты жан айқайы, бізде айтамыз жан айқайымызды бұл жерде Маралды өзеніне, Күршім өзені қосылып ертіске барып құяды. Таудың басында тұрған жаңа фабриканың бәрін көрдік. Сол жерден уланып келген су жалғыз Маралды или Өскемен емес, бүткіл Қазақстанды алайын деп тұр. Ертіске барып құяды бұл. Ертіске барып құйғаннан уже бүткіл Қазақстанда уже бұл жердің халқын қорқытумен, үркітумен бітірген айтып кеткен қазақта бар ғой, қолың сынса қайтып бітер, сағың сынса қайтып бітер, қолың сынса бітер, сағың сынса қайтып бітер деп, міне халықтың бәрін үнжұрғасын бөліп қысыммен үнжұрғасын төмен түсіріп жіберген мынаған біздің қазақ елінің қолдауы керек болып тұр. Халқым осыны қолдап, мына фабриканы тоқтатуымыз керек. Болмаса бүткіл қазақ елін улайын деп отыр. Осы сумен. Мына жерден бүкіл тасты алған руда ретінде. Ол знактар нені білдіреді, қадаған ағаштар? Құдай біледі, солар алды қойын. Меткі бар шығар. Каждый жоқтан нелеріне төмпешік. Әр төмпешікте сондай бір белгілер қадап кеткен. Мынау руда ретінде алғандары, осыдан мынау алып жатқандары ма, или төккендері ма? Алып жатқандары. Алып жатқандары. Әкеткен ғой мен. Мына шахтаның аузы тұр ғой, мынау тағы. Ана жерге барсаңыз қазір су тұр бәрі. Асты су, қазір ол жерге баралық, оны да түсірелік. Так, мынау кеңестер заманынан қалған шахта. Кіре берісі. Қазір ішіне кіре аламыз ба, көреміз. Мынау екінші аузы, мына жерде. Мынау екінші аузы. Аузым, мына жағын бекітіп тастаған ба? Құлаған өзі, бекітіліп қалған екен ғой. Тастар құлап. Міне мал жайылып жүр. Міне заводқа осы ауыр машинелер жүре бергелі, міне көпір осылай арасы ашылып жатыр. Осындай 20 тоннадан аспау керек еді. 70 тонналық көліктерді кіргізуге рұқсат беріп қойған. Мына жарықтар пайда болды. Мұндай жарық жоқ болатын дейді. Қазір бітеліп
Одан арасы ашыла беретін көрінеді. Шатырымыз жоғары тауға қарай. Көпірдің астынан осылай жарық пайда болды. Қазір жаңбыр жауып жатыр, су ағып жатыр, жаңбырдың суы. Міне біз мына Күршім өзені мен өзенде тұрмыз, Маралдының қосылғаннан кейінгі. Міне сол жерге салынған көпір. Мынау кеңес заманында салынған екен. Максималды 20 тоннадан аспау керек деген не берілген. Қазір мына жерден үлкен жүк көліктері 70 тоннаға дейінгілерді өткізіп жатыр. Алдында жергілікті халық өткізбей, сондай ауыр жүк көліктерін өткізбей қаңтарып тастаған. Сонда алдында 20 тонна деген жазуы тұрған. Оны алғызып тастап 70 тонна деген жазуы қойған белгі. Оның бәрін қазір қарасақ жоқ, жергілікті халық алып тастаған. Мына енді осындай не бар, проблема. Мынау енді ауыр жүк көліктеріне егер мына завод іске қосылса, онда жүздеген жүк көліктері өтеді, ол кезде мына көпір шыдамайды. Ол тағы өз алдына бір проблема. Басқалары әлі де айтыла жатады. Мұнда да 2 камера бүкіл жолды мына. Бұл да көпірдің екінші басы бері келгенде. Мына жолды да қамтып. Сонда ауылдың барлық жүріп тұрғандарын бәрін бақылауда ұстамақ па? Мына көпірден өте сап, тағы да камера тұр. Мына 2 камера. Мына жолдың барлық жағын қамтып. Мына әкімшіліктің қасында 3-ші камера тұр. Мына әкімшілік, соның алдында да сергек камерасын орнатып тастаған. Екінші жағында да бар. Міне Маралды ауылында тұрмыз. Өзі кішкене ауыл. Сонда да бүкіл ауылға не қойып тастаған екен. Камералар. 38 камера қойылған. Бір ауылға 120 үй тұратын ауылға, міне айналасының бәрі тау. 3 адамға 1 камерадан кеп тұр ғой? Иә, 3 адамға 1 камера солай. Міне жан жағы тау, табиғат деген керемет. 3 үйге 1 камера. Осындай қазір фотоға түсірерміз басқа камераларды. Міне осындай бүкіл ауылды неге алып отыр, контрольға. Міне кішкентай ғана Маралдыға ОМОН келді. ОМОН келді. ОМОНдар келді. Барын айтетеміз деймін. Бүйтіп айтпашы. Міне ОМОН келді. Полиция қаптап жүр. Қаптап жүр міне. Кішкентай ғана ауылымызға міне жан жақтан бүкіл Өскеменнің полициясы келді ғой деймін. ОМОНымен бірге қосып. Аядай ғана Маралдымызға міне бүкіл Өскеменнен келді ғой деймін. Полицейлер қаптап жүр. Бейшара халқым-ай. Жерін, елін қорғап жүрген, суға цианид түспесін деп жүрген халыққа міне күш көрсетуге келіп тұр міне. Не істейміз? Ал енді қазақ елі осы біздің жан айқайымызды мүмкін қазақ елі тыңдайтын шығар.
Маралке дегенде видеоға кетпейміз біз бұл жерде. Бірінші мына кісілер, халықтан келіп бірінші кесірін сұрады, одан кейін өткіземіз. Бұлар залатарлар. Әлі біздің алдымызда кесірін сұрады, қаншаға падежал жайлы қасқабас-масқабастар. Көрсетпейсіз, ал кетсін осы жерге. Біз өтісті, көрмесіздер. Айқайдағы мен дауысым сондай. Менің дауысым осылай. Айтыңдар, халықтан келсін, бірінші халықпен сөйлессін. Сен қалай өткізге өтісіздер, халық қарсы болса қалай өтесіздер? Менде халық. Ауылдың бәрі емес. Жан-жақтан кісі де жоқ. Әркімнің өз ойы бар. Өз ойы бар. 100% халық. Любой ауылдың халқы. Сіздер ондай әкелмеңіздер, өтпейсіз. Халық бірінші әкелсін, содан кейін көреміз. Халық менде халық. Халық болсын, бірінші халық болса, артық сөз жоқ. Заңды көрсетіңіздер. Жоқ, біз кірмейміз де өтірмейміз. Өздеріңіз кіріп отырыңыздар. Мына бүгінгі өткен тыңдауды біз ауыл тұрғындары өтті деп есептемейміз. Себебі мына ауыл тұрғындарынан собрание кірген ешкім жоқ. Ал ДК-ның директоры кірді, ауылдың ФАП-тың бастығы кірді. Осы жалпы есеп бойынша 4 адам қатысты. Ал 4 адаммен егер слушание өткізетін болса, онда ол халықты жинап несіне келді? Бір табын қажетіне. Сол 4 адамды не 10 адамды облысқа не болмаса ауданға шақырып қол қойғыздыру керек болатын. Мынау Қазақстанның заңы, кімдер үшін жазылған заңдар, үкімет басында отырғандар, депутаттар, мынаған назар аударсаңыздар. Орындалмайтын заңды жазып, бас қатырып, толтырып қажеті жоқ. Не болмаса халықты, қара халықты алдағандарыңыз қоюларыңыз сұраймыз. Мынау бізді алдау, көз бояушылық. Жерде тыңдау болды халықпен. Ішінде келген өзінің бір табан кісісімен келді. Ауылдың адамына 2 адам қатысты, біреу құлыптың меңгерушісі, екіншісі оның інісі тоңғанан кірдім дейді. Ал енді ана қағазына 35 адам қол қойды деп өтірік айтып жатыр. Бұлардікі енді рас па үкіметке жалған дүние бастайды. Ылғи өтірік істейтіндер міне. Халықтан біреу кірген жоқ. Біреу құлыптың меңгерушісі, ол өзіне кірді. Анау інісі дейді, тоңғанан кірдім дейді, екеуі гені. Біз осы мынандай залаттар ашылуына біз бәріне қарсымыз. Өйткені неге десе, мынау ауылға өте жақын. Оның қолданатын құралдары өте улы, цианид деген. Бұндай нені біз енді көргенімізде істегенбіз. Бұрын енді Қытайда жүргенде көрдік. Ал бұндай ауылды бірақ ол жерде кезінде көшіріп жіберген. Оның зияндылығын айтып, көшіріп жіберген. Ал мынада ондай жоқ. Не қылсаң өлсең де таулы жер еще жақын, өте жақын. Өте зиян. Осы біздің жанымызға бататын осы. Кез ұрпаққа мынау дұрыс болмайды негізінен. Өте қауіпті аймақ мынау. Турасында өзің. Міне мынау Маралды өзені. Міне ауылдың ішімен ағып келеді да Маралдың. Міне Күршім өзені. Мына қосылған жері міне. Күршім өзенімен қосылған жер. Мынау Күршім өзені. Мынау да ауылдың екінші жағы. Міне екі өзен қосылып, ары-қарай картада Күршім өзені болады. Бұл баратта Ертіске құяды. Ана жаңа мына жағына шықтық. Ол жерде мына тауда тағы завод салып жатыр. Бұлардың бәрі Маралдыға, Күршімге құятын өзі қалдықтары, химиялық қалдықтары. Уважаемые казахстанцы, данное видеообращение записываю на имя президента Казахстана, господина Токаева, с тем, что полицейские Курчумского района Восточно-Казахстанской области творят беспредел в отношении местных жителей села Маралды.
көрдік, халықпен кездестік, сөйлестік. Мына фабриканы жасап жатқан заңсыз, олардың өткен қоғамдық тыңдаулары да заңсыз өткен. Біз қазір оларға шағым жібердік, жаңағы берген құжаттарын отзывать етсін. Сол полицияның жасап отқаны да заңсыз. 489 жауап деген ол тек қана қоғамдық бірлестіріп қолданатын заң. Бұл жерде жаңағы жергілікті қауымдастық үшін бізде жауапкершілік қарастырылмаған. Қайта керісінше бізде президент Тоқаев айтып отыр, халық белсенді қатыссын, халықты тыңдайық, естуші мемлекет принципі деп айтып отыр. Әкім халықтың алдында есеп беру керек деп айтып отыр. Сондықтан бұл жерде халықтың талабының бәрі орынды, заңды. Ал мына полицияның жасап жатқаны ол беспредел. Біз полицияның үстінен шағым жібердік прокуратураға, олар жауапкершілікке тартсын деп. Себебі жаңа мысалы Жанатханның үйінде тінту жасағаны да заңсыз. Бұл жерде тек қана соттың шешімімен ғана ондай жасауға болады. Ол үшін основание болу керек. Сондықтан сіз әкім ретінде, мен мысалы полицияны, правоохранительный органдарға оны жауап беремін мен. Бірақ та өзім ойлаймын, олардың барлығы да несі бар? Өз заңдары бар шығар деген. Жоқ, олардың өз заңдары жоқ. Bir ғана заң бар Қазақстан Республикасында. Жоқ, заңдар деп тұрғам жоқ. Просто кодекстер бар ғой. Кодекстер бойынша олар заңсыз жасап тұр. Себебі кодекстарда басқа жазылып тұр. Оны өздері жауап береді. Алло. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін жиналып отырған себебіміз мынау елімізде болып жатқан әртүрлі мынау бассыздықтар. Яғни қазіргі таңда кеше атом электр станциясына көрдіңіздер, 70% халық қолдады деп өлтіріп мына билігіміз алдап, енді бұл атом электр станциясын салайын деп жатқанын көріп отырсыздар. Мынау Шығыс Қазақстан облысында Маралды елді мекенінде қазіргі таңда ашық, әрі шашық мынау алтын өндіру ең төмен жаңа 2,25% жаңа соны ашып сол жердегі табиғаттың барын құртып жатқаны жөнінде айта кетпекпіз. Енді мынау ата заңға сүйенетін болсақ, ата заңымыздың 1-ші бабының 1-ші тармағында тұр. Қазақстан Республикасы өзінің зайырлы құқықты демократиялық мемлекетте орнықтырды дейді. Оның ең бай қазыналары адамның құқықтары, бостандықтары деп тұр. Қайда біздің құқықтарымыз? 3-ші бабының 1-ші тармағында тұр. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық дейді. Қайда халықтың деп жатқан билік? Біз көріп отырған жоқпыз. Халықпен санасамыз, жаңа Қазақстан, дамыған Қазақстан деп жатыр. Біз дамыған түгіл, қазіргі таңда жалаңаяқ жалаңбұт қазақ болдық. Енді 36-шы бабында тұр, Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті деп тұр. Қайда біздің парыздарымыз? Қайда біздің міндеттеріміз? Қазақстан Республикасының табиғатын, табиғи байлығын қорғау оның әрбір азаматтың міндеті деп тұр. Міне, осыны қорғаймын деп шыққан азаматтардың барлығын қазіргі таңда тоғытып жатқанын көріп отырмыз. Қазіргі таңда мына кеше Астанадан айтып жатыр. Мына изолятор дейді ғой, уақытша сақтау орындарын барлығы толып кеткен. Алматы, Астана, Шымкент. Енді қазіргі таңда Петропавл, Павлодар жаққа қойып жатыр. Сондағы сізде билікке өз наразылығын білдірген халық. Енді мынау жүгіріп кетейікші статистикаға. Қазіргі таңда біздің мемлекетімізде 44 мың долларлы миллиардері бар екен. Соның 48-інің 500 мыңнан аса доллар байлығы бар екен. Енді миллиардерлердің несие бар екен. Машкевич, Поток Шадиев дейді, Тимур Ибрагимов, Динара Кулибаева, Дариға осындай жағдайлар болып отырғандар. Енді бұл қазіргі таңда мемлекетіміздегі 75% шетелдіктердің қолында байлықтарымыз. Оны кеше марқұм Ислам Каримов айтып кетті, 75% Қазақстанның байлығы шетелдердің қолында тұр дейді. Маған Назарбаев Орта Азия мемлекетін, бірлескен мемлекетін құрайық деп жатыр дейді. Өзінің ұлтын сатып отқан, өзінің жерін, байлығын сатып отқан мемлекеттермен қалай ғана бірліге аламын деп айтып кетіп еді. Енді мынау қазір азаматтарымыз, барып келген азаматтарымыз азырақ айтып береді. Содан кейін Айгүл қарындасымызға береміз. Мейірхан Абдымына кеше азаматтар барып келген. Маралдық ауылына сол жердің жағдайын көріп келді. Қандай жағдайда алынып жатқан, халқының жағдайы қалай екенін айтыңыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Кеше осы қазан айының 10 күні Маралды Күршім ауданы Маралды елді мекенінде тыңдалым болады деген. Мен соған дайындалғам. Негізі 2 жылдан бері Маралдың өзінің әлеуметтік желіден қарап жүр. Бұл жерде айтады ғой, күйе киім жейді, күйе жамын жейді дейді. Осы жамын жегеннен кейін кеше 10-шы қазан тыңдалымға бармын деп оқталып шыққан.
10 қазанда тыңдалым алып тастады, кейінге қалдырып та сонымен осы Алматыға келіп, осы Мейірхан ағалармен ақылдасып отырып барып қайттық. Қазақта айтады, қолың сынса қайта бітір, сағың сынса қайтып бітір деп. Сол жақта халықтардың сағы сынбағанымен үн жорғасы түсіп кеткенін көріп отырып, бұл жерде 3 жылдан бері күресіп келе жатыр, осы алтын моделі кетіп отырған заводпен. Сол жерде көргеніміз қазіргі бірінші Маралдан кіре бастайық. Сіз көрсете аласыз ба жаңағы көпірді кірешінге жіберген? Көпірде анадан говорите? Мост, фото показать. Какие фото? Не, отправлю вам. Отправлю. У меня на телефон отправите. Как я покажу. Я телефонға түсіргенбіз. Маралда кіретін көпірге негізі 1986 жылы 20 тоннаға рұқсат берілген көпір. Қазір таңда гелаздар кіріп жатыр 40 тонна, 70 тонна. Көпірдің жағдайы нашарлаған, ашылып кеткен, ажап бер жағын амандасуға болады деуге келіп кеткенін қол сейіп тұру жерде. Бұл жалғыз ғана көпір Күршімен Маралдың, яғни Маралдың ажанындағы елді мекендер бар, сол қатынасып тұрған. Бұл көпір ертең құласа не болады? Бұнымен алып келе жатқан сол ауыр жүк көлігінде цианид болса не болады? Ол өзенге түседі. Мені ойландыратын осындай жағдайлар. Және бұл елді мекенге қазір 38 камера құрып, не бары 120 үй тұратын жерде 38 камера бар. Және серлік камерасынан біреуінің аңызын байқатып ол да тұр. Бұл сонда халықты қысып ұстау деген. Бұл жерде халықтардың өзі, халықтары айтып отыр, міне 3 жылдан бері күресіп жатыр дейді. Басында алтын заводта істейтін кісілер оны тесттен өткізбей алған, үстерінде наркотикасы бар, несі барлар болды дейді. Біздің қыздарымыз жалғыз клуб бар, сол жерде ғана бар кешегі пандемияның кезінде онлайн оқыған. Қыздар барып тұрғанда ол заводтағылар елді мекенге олға түсіп, қыздарымызға үстеріне наркотикасымен қарап тұрғандығын қалай қарайсың, қалай шыдайсың, жүрегім жылайды ана жерде. Айтып отқан кезде адамдардың. Міне соны тоқтаттық дейді халқыға. Одан кейінгі жағдайлар, міне тыңдалым болады, осыған дейін 30 шақты тыңдалым болған, постоянно сылтаумен міне халық келісті біріне қылып деген. Оның ішінде, оның арасында экологтар да барып кетті, және нелерді барып кетті, депутат Ренат Зайыптар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар құрметті көрермендер, қазір таңда біз Шығыс Қазақстан Күршім ауданы Маралды ауылының елді мекені деп қой. Қазір әкімге кіріп, фабрика, кешегі салынып жатқан фабриканың заңдылығын және қағаздарын сұрауға келіп тұр. Ішке кірейік, сөйлесеміз. Жоқ, танымасақ, танысамыз. Осы жерде танысайық, кімдер боласыздар? Сіздікі жағадан алады ма? Жоқ, қазақ ұлтқа жатпайды ғой. Жоқ, мен жатпайды емес, мен сіздерді танымаймын. Таныстырайық онда. Жоқ, ана удостоверение болғанда сіздерді официальный қағаздарыңыз бар ма? Удостоверение тұрады. Ал ана удостоверение ешіністер керек жоқ сізге. Қазақстан азаматы. Жоқ, оны қандай шаруамен келдіңіздер? Кеше полицейскийде келіп документтеріміз тексерген. Жоқ, сіздер шаруаларыңыз айтыңыз. Біз конституцияның бабымен жүріп, 21 бабымен. Сізге қоятын сұрақтарымыз бар еді. Сіздер қай жерде жүресіздер, қалай жүресіздер, ол еріктеріңіз. Енді конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағымен біз келіп тұрмыз сізге. Мысалы шын айтқан кезде құқықтарыңыз бұзылмайды. Қазақстан онда құқығымызды бұзбасақ жүрсеңізші. Мен сізді құқықтарыңыз бұзып тұрғаным жоқ. Енді білмеймін. Одан кейін мен де айтайын сіздерге. Азамат ана гражданский кодекс деген болады, 145 статья. Сол статья бойынша мен сіздерді қазір ешқандай интернетке, инстаграмға рұқсат бермеймін. Жоқ, тұра тұрыңыз, оны бекер айттыңыз. Ол бойынша сіз қызмет бабында отырып, сіз тыйым салуға, ол үйде, бір мен, үйде, жоқ, сіздің құқыңыз, тұра тұрыңыз, сөзді бөлмеңіз, бір минутқа сөзді бөлмеңіз.
Сіз ана үйіңізде, жеке үйіңізде не қыла аласыз, ана тыйым сала аласыз видео не түсіруге. Сіз қызмет бабын атқарып отырған кезде ондай тыйым сала алмайсыз. Мен тыйым емес. Оны білесіз. Жоқ, мен сізге тыйым сап тұрған жоқ. Біріншіден айтайын, жоқ, сөзді біліңіз. Мен сізге тыйым сап тұрған жоқ біріншіден. Мен сізге өзім құқығымды айттым. 140, мен азамат ретінде мен құқығымды айттым. Мен 142-ші бабы. Сіз қазір азамат емессіз. Мен сіздерге қазір мынаны Инстаграмға салуға, интернетке салуға мен сізге рұқсат бермеймін сіздерге. Болды. Бұл менің құқығым. Онда ал енді қандай шаруаң керіңіздер? Интернетке салмаймыз, бұны ол мақсат емес. Ал енді жоқ, мақсат енді салынып жатқан жағдайда сотқа бересіз, сотта 91 мен сотқа бересіз, сотта. Жоқ, мен сіз қазір мен просто бір минут ал енді сұрақтарыңызды айтсақ, қандай сұрақ? Жоқ, сіз мына жерде жарайды, бастай бер, осы жерде ақыры осы жерде маған енді шын айтқанда тыңдап отыр ғой, естіп отыр ғой, ол естіп отыр. Қатысыңызшы бері шақырып. Інім, жоқ, сіз тұра тұрыңызшы бері қарай тұрыңыз. Сіз енді шын айтқан кезде мемлекеттік мекемеге келдіңіз. Енді жарайды, мен сіздерді қарсы алып тұрмын есіктің алдынан. Одан кейін сіздер өз құқықтарыңызды айттыңыздар. Мен өз құқығымды айттым. Айттыңыз. Қандай сұрақпен келдіңіз? Мен айтайын, Конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағына келіп тұрмын. Халықтың қоғамы. Жарайды, айта бер. Қандай шаруамен келіп шаруа көп. Жоқ, мен мына жерде шешілмейтін шаруа. Жоқ, мен қазір шын айтқанда сіз кабинет. Жоқ, мен кабинетте мен қазір жұмыс бабында менде қазір бұл айтқанда жетеді мен жұмысым. Мен далада жүрмін. Біз көп уақыт алмаймыз. Кіріп қалдым. Сондықтан рұқсат болса сұрақтарыңызды қойыңыздар. Жоқ болатын болса ренжімеңіз. Жарайды, осы жерден бастай бер. Жоқ, әңгімені бастай бер. Болмаса мен бастайын. Жарайды, мен бастайын. Онда 1 минут тұрыңыз. Ақыры ішке кіргізгісі келмей, осы жерден-ақ әңгімені бастайын. Мүмкін осы жерден жауап беретін шығар. Жоқ, сіз келіп тұрған халыққа, қоғамға жауап бересіз ба, жоқ па? Осы жерден қоятын сұрақ. Қоғамдық қазіргі соңғы 2,5 жылда мына Маралды ауылының проблемасы көп көтеріліп жатыр, иә? Соған байланысты сұратыңыз. Жоқ, сізді сіз маған сұрақ қоятын қандай құқыңыз бар? Жоқ. Мен Қазақстан азаматы ретінде, себебі бұл Қазақстанның экологиясы. Тікелей қатысы болған. Өз құқығымды айттым. Егер Инстаграмда жоқ, көге, сіз құқығыңыз, сіз госучреждениедесіз. Сіз, иә. Ол мен неткенде кешіріңдер. Қазір сұрақ менде бар. Айтыңыздар. Болды. Енді бөлмесеңізші айтсын. Мен заводқа ешқандай жауап беремін. Жоқ, неге жауап бере алмайсыз? Ол келісім шарт сіз арқылы міндетті түрде болады. Олардың заводтың міндеттемелері болу керек. Экологияны, табиғатты қорғау, өсімдіктерді, жануарларды, адамзатты бәрін қорғайтын нелер болу керек. Енді сіз онда қашып отырсыз, сол сұрақтарға жауап беріңіз. Мен қашып отырған жоқ. Мен сіздерге айттым. Мен өз құқығымды айттым. Түсірмеңіздер дедіңіз. Енді мен сұрақ істеңіз. Завод туралы мен ештеңе деп айтпадым. Не себепте айта алмайсыз? Келісімшарт сіз арқылы міндетті түрде болу керек. Келісімшарт жасалмайды. Егер білетін болсаң, сіз қалыс қалуыңыз екі талай, ол мүмкін емес. Мен арқылы келісімшарт жасалмайды. Басыңыздан секіріп кетсе, онда сіз мына халықтың несіне жауап бермейсіз ба? Халықтың болғанда халыққа біз жауап беріп отырамыз. Онда мынаға жауап беріңізші. Неше камера бар? Қайда? Не үшін орнатылған? Жоқ, не үшін кім бағып отыр? Ал бір қарапайым сұрақ енді ол. Қарапайым сұрақ. Қанша камера дегенсіздегі шабуылдарын қараңыз, жоспарында сіз Конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағын алыңызшы. Басқа сұрақтар камераның өзі адам құқығын қорғау. Мемлекет айғаны сөйлемеңіздер. Алдында жұмыс істеп сол себепті өтініш. Негізінде жұмыс жасап өтті. Міне қараңыз, түсіріңіз, қашып бара жатыр. Ақын қашып бара жатыр. Нұрхан, болды онда. Нұрхан, өзіңіз міне осы жерде не бұзылып жатқан көп тұрсыз ғой? Заң жүзінде. Немене бұзылып жатқан жағдай болса, болды. Бізге жауап бермеді, кеттік енді. Құқығымыз бұзылып тұр ғой осы тұрғанда. Біздің құқығымыз кәдімгідей бұзылып тұр. Конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағына қарай біздің құқығымыз осы тұрғанда
кәдімгідей шектелген ештеңе емес бұзып тастап тұрсыздар ғой. Информация беру. Үшінші бабында ол Қазақстан Республикасының ең бірінші қазынасы ол халық. Дұрыс. Халық, үшінші бабы халық жайлы жазылған. Ал бірінші бабында жазылған Қазақстан Республикасы өзінің демократия, зайыр және құқықтық мемлекеттік. Және оның ең басты қазынасы адам және адамның өмірі және құқықтары мен бостандықтары. Мына жерде ешкімнің де құқықтарын бұзғандай мемлекеттік мекеме. Кішкене дауысты басайық, сыртқа қарап сөйлесек, өйткені кісілер жұмыс жасап жатыр. Жоқ, біз айқайламаймыз. Мемлекеттік мекеме жұмыс жасап жатыр. Айтып тұрсыз ғой. Бірінші бапта, үшінші бапта айтып тұрмыз. Үшінші бапта не деген? Бірден бір бастау халық деген. Халық, қазынасы халық. Халыққа қанша адам жататынын білесіз ба? 3 адам болғаннан кейін уже халық болып есептеледі. Оны білесіз ба? Жоқ, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы, 3 адам болғаннан кейін Конституцияның 3-ші бабы 1-ші тармағы қосылады. Біз соны білгеннен кейін 3 адам болып келіп тұрып Қазақстанда ше. Міне, біздің осы құқығымыз бұзылып тұр. Кешін 3 адам болғанда бұл жерде қоғам біздің құқығымыз әрбір Қазақстан Республикасының азаматы ол жерде Конституция жазылған. Қазақстан Республикасының ең бірінші қазынасы ол халық. Дұрыс па? Халық. Ол халық 3 адамнан құралмайды. Халық міне, сіз де халықсыз, біз де халықсыз. Bir адамның өзі Қазақстан Республикасының халық болып есептеледі. Болды. Онда 3-ші бапта жасаған ғой. Бірден бастауы елді, бірден бір бастауы халық деген. Сонда біздің құқығымыз, біз мемлекеттік қызметкер. Мемлекеттік қызметкер кім деген? Яғни халыққа қызмет ететін адам. Жоқ, халықтар, менің қандай көмегім керек болса, маған айтыңыздар. Мен сіздерді қабылдауға дайынмын. Ал енді қараңыздар, бұл кісіге енді ана жерде хатшысы бар. Сол кісіге жазыңыздар, сол кісіге келіп қалсындар. Ал мына жерде мемлекеттік мекемеде айғайламаңыздар. Өйткені келмейді. Өйткені арғы жақта да адамдар жұмыс жасап жатыр. Мынарда да жұмыс адам жасап жатыр. Дұрыс қой. Бірімізге керек жасамай. Енді халықпен жұмыс істеу керек қой, енді сөйлесу керек қой. Енді қасына жазып тұрып сой. Міне, осыны айтуы керек та. Мен сендерге міндетті емеспін дейді. Ол не әңгіме? Мен сендерге жауап беруге міндетті емеспін дейді ештеңеге. Хатшыға жазыл, кір деп айтуға болады ғой. Жоқ, соны әкімнің өзі айтуға болады ғой. Ал оны келді да сендерге міндетті емеспін. Маған сұрақ керек жоқ. Мен өзім құқығымды айтмаймын. Мен берем бе, бермеймін бе? Сен тұтас сен жоқ, мына жігіттер келіп жауап берсең, сен мүмкін жай простой сұрақ қояды ғой саған. Маған сұрақ керек жоқ. Bir söz айтсам болады ма? Қандай сұрақ? Жоқ, осы ауыл туралы, ауыл мәселесі туралы. Ауыл мәселесін бұл белгілі ғой. Ауылдың мәселесін бұл кісілерсіз ақ біз шешіп аламыз. Шеше алмайсың. Үш жылда шешпеген. Фабриканы бәріне сен жауаптысың ғой, бауыржан. Жауап беруің керек қой. Жер сізге қарайды осы. Табиғатты қорғау сіздің міндетіңіз. Мына кісілер маған артық неше ай жұмыс істеймін. Табиғатты қорғау сіздің міндетіңіз. Дәл осы жағдай болатын бүттік біз. Сосын құзырлы өзіңізше құзырлы орган ретінде баға беріңізші осы ситуацияға. Әкімнің істеп жүргені дұрыс па? Адам ретінде баға беріңізші, хотя құзырлы органнан. Сіз алдын ала жазылдыңыздар ма? Хатшысы отырып жоқ, осы әңгімен. Әкімдік көрді. Есік аузында көргеннен кейін амандастық. Өз-өзіміз таныстық. Содан кейін ол кісі айту керек қой. Раз маған келіңіздер ме қабылдауға, мен міне кісілерім бар қабылдайын деп тұр. Жазылыңыздар. Жазылыңыздар. Уақытым болса қабылдаймын, уақытым болмаса қабылдамаймын десе, бір ауыз сөз. Біз білеміз жазылып кіруге. Ал ол енді кездесіп қалғаннан кейін солай айту керек еді. Ал ол келіп өзім құқығым, сонда бұл билік не? Осы сосын тағы да бір сұрақ ше. Менің құқығым дейтіндей, ол кісі өз үйінде жүр ма, или өзінің дворында жүр ма? Ол мемлекеттік мекемеде жүр. Мекемеде? Мемлекеттік айқайлауға болмайды. Дұрыс. Біз айқайлап жатқан. Айқайға ұластырып жатқан өзі. Кімнің қаржысына салған? Халықтың қаржысы. Халықтың қаржысына салынған емес пе? Значит, біздің налогтан жиналған ақшамызға салынған. Біз бұған құқылымыз қалай көрсек те. Бірақ есігін теуіп кіріп жатқан. Рұқсат болса жазылыңыздар, кіріңіздер. Қазір бұл мәселе мен шешемін ғой. Сіздер жазылыңыздар, кіріңіздер. Ал маған қатысты мәселе болса, мен сіздерді қабылдап Қазір сізге қатысты ештеме қалған жоқ. Сіз ең жақсы куә болдыңыз, сіздің қатысыңыз жоқ. Жауап бересіз ба көке? Біздің сұрақтарымызға. Хатшыңызға жазылайық па? Неменеге?
қабылдауға жазылып тұр ғой жерде среда күні азаматтарды жай қабылдайтын уақыт. Сондықтан кешіріңіздер. Среда жоқ, сіздер мен қашып тұрғаным жоқ. Егер натоп ашылса, мен сіздерге айтып тұрмын ғой. Біздің сұрақтарға жауап бере аласыз ба? Жоқ, тұра тұрыңыз. Жоқ. Қалай натоп ашылса? Жоқ, мен сізге айтып тұрғаным просто ана жерде жазылып тұр ғой. Азаматтарды қабылдау среда күні деп тұр ма? Среда күні, пожалуйста, қабылдайық. Келіңіздер, отырыңыздар, әңгімелесейік. Сіз маған жауап беріңіз. натоп ашылу деген ол не деген сөз? Ол енді сөздің несі ғой. натоп ашылу бұл сөзді бұзам деп тұрсыз ба? Мен сізге айтып тұрмын, көрсетейін. Азаматтарды қабылдау. Сіз натоп ашылу дейсіз, натоп ашылу. Есіне жазылып тұр бізде. Немен қашып түсінсіз? Сіз адамдар келіп сөйлесіп тұр ғой, сен қайда кетіп барасың, ей? Мен жұмыспен жүрмін. Тұра тұр. Айғайлама. Айғайлайтын тіпті жоқ, қашма. Қайда кеттіңіз? Ей, адамдар кетті, сен қалай түсінесің? Жо, біз Қазақстан Республикасының азаматымыз ғой. Сіз барлығымызға ортақ бұл мәселе. Жұмысты, я басқа жар істеймін. Тоқта сен. Бауыржан, біз саған жұмыспен деп тұрмыз. Жоқ. Сіздің кісілерсіз, маған не керек сонда? Біз саған жұмыспен деп тұрмыз. Өзіңіздің ауыл. Кабинетіге жүр. Мен ана кісілер сөйлесім. Ана кісілер марал кен кісілер маған не керек? Керекті көрсетесің, көресің қазір. Жоқ, біз ішке кірмейміз, өздеріңіз